Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пепперони пиццасының оригинал рецебімен бөлісетін боламын. Яғни шұжықтан жасалынған пицца. Бұл пицца барлық адамдардың жүрегінен орын алған. Сондықтан үй жағдайында жасауға кеңес беремін. Қамыры өте жұмсақ әрі жұқа болып шығады. Пиццаны жасауға кірісеміз. Ең алдымен жылы суға дрожжымызды және қантымызды қосып араластырамыз. Оның үстінен ұнымызды електен өткіздіре отырып қосамыз және де тұз қосатын боламыз. Алдымен қасықтың көмегімен осылай араластырып аламыз қамырымызды. Үстінен зәйтүн майын қосып, қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Еуі қанған қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілгенше пиццаның арасына қосатын салмамызды дайындаймыз. Ең алдымен осылай шұжықтарды жұқа бөліктерге бөліп аламыз. Үккіштің орта көзінен сырымызды өткіздіріп алатын боламыз. Мінекей сырымыз дайын. Біздің қамырымыз 1 сағат тұрды. Мінекей қамырымыз жұп-жұмсақ болып көтерілді. Бұл қамырдан 2 пицца шығады. 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін табамызға қолымызды майлап, жақсылап тегістеп жайып алатын боламыз. Жайылған қамырдың үстіне томат пастасы не болмаса кетчуп жақсаңыздар болады. Мен кетчуп пен майонезді араластырып жақтым. Үккіштен өткізілген сырымызды қосамыз және де шұжықтарымызды рет-ретімен осылай қойып шығамыз. 250 градустағы қызып тұрған пеште 12-15 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пиццамыз пісті. Өте дәмді, жұмсақ, қамыры жұқа болып шығады. Міндетті түрде жасап, өз отбасыларыңызды қуантуға кеңес беремін. Алдағы уақытта менің басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, колокольчиктің все деген батырмасын басып қойыңыздар.